Әрбір адамның өмірі айтылмаған сыр, жазылмаған жыр, оқылмаған кітап. Ойнап жүріп от басқан. Арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Телефон шырылы ұйқыдағы балаусаның тыныштығын алып, қайта-қайта безілдей жөнелді. Ұйқылы ояу балауса, «Алло, кім керек?» деп салқын жауап берді. «Сәлем сұлу қыз, сенің өміріңді Шынардан алған едім. Жақын танысуға қалай қарайсың?» деген қоңыр үн балаусаны елең еткізді. Ұйқысы шайдай ашылған ару бейтаныс жігітпен сыпайы сөйлесе бастады. «Шынарды қайдан танисыз? Менің нөмірімді бейтаныс адамға қалайша беріп жүр?» деп құрбысын кінәлағандай болды. Айбол Шынармен бұрыннан таныс екенін айтып, әңгімелері одан әрі жалғасты. Жігіт десе көңілі елең ете қалатын балауса, Айболмен жақын танысқысы келіп, жігіт шақырған кездесуден бас тартпады. Университетке асыға келген балауса, Шынарды көргенше асықты. Шынар келе, оны сұрақтың астына алып, Айбол жайында сұрай бастады. Шынар да көздері күлімдеп, «Өкінбейсің, Айбол мынауыз жігіт», бас бармағын майыстыра құрбысына көрсетті. Балаусаға ең ұнаған әңгіменің бірі жігіттің қалтасының қалыңдығы болды. Сабақ біткенше есіл дерті Айбол болған балауса, онымен ертерек кездескісі де келді. Айбол өзі уәде еткендей, екілер шамасында университеттің алдына келіп, балаусаны күтіп алды. Талғамы мықты Айбол қыз жүрегін дір еткізді. Қаладағы қымбат ресторандардың біріне келген балауса, жан-жағына жалтақтап қарай берді. Соны сезгендей Айбол, «Бәрі жақсы, емін-еркін отыра бер», деп даяршыға ас мәзірін бере бастады. Қыз сүтінен басқаның барлығы дастарханға қойылған сәтте, қыз қатты таңырқап, «Мәз саған, осының бәрі бізге ма?» деген сұрақ Айболға біртүрлі естілгендей болды. Ішінен қыздың бұрын соңды бұндай жерлерге келмегенін сезіп, балаусаның талғамының төмен екенін де аңғара бастады. Шынардың мақтағанына қарағанда, Айбол балаусаны мүлде басқа елестетіп еді. Айбол балаусаны сынамаққа әдемі кеш ұйымдастырып, оған тосын сый жасайтынын айтып, алдын ала хабарласты. Кешкі кездесуге еш қарсылық танытпаған балауса, айтқан уақытынан бұрын айтылған мекен жайға жетіп те келді. Сәнді, кең, жаңа үлкен пәтер Айболдың пәтері еді. Әдемі кеш жанға жайлы әуенмен, қызыл қою шараппен басталды. Жігіт қыздың киіп келген киіміне бастан аяқ назар аударды. Балаусаның киіп келген көйлегінің өзі арзан қол көйлектердің бірі еді. Қонақ бөлмеге жайғасып, бокалға құйылған шараптан қыз бас тартпады. Ішілген сайын шараптың буы балаусаға майдай жағып, әңгімесі де көңілдірек болды. Шарап құйса ішпей бас тартар деген Айболдың үміті ақталмады. Басында сыпайы көрінген балауса да, өзі көріп жүрген ақшаны жаны сүйетін талайдың бірі екеніне көзі жетті. Бойына шараптың сиқыры дарыған балауса, билегісі келіп телефоннан вальске жақын әуен қойды. Айболды өзі биге шақырып, мойнын құша шыр көбелек айналды. Әдемі әуенді балаусаның шырылдаған телефоны бұзып жіберді. Балауса жүгіре басып телефонын алған бойда балконға жүгіріп кетті. Әлден уақытта түрі бұзылып, «Айбол, мен кетуім керек, әкем іздеп жатыр», деп асыға жиналды. Өзім жеткізіп салайын деген жігіт сөзіне де қарамастан, балауса такси шақырып кері қайтты. Таксиге мінген бойда жүрегін үрей билеп, екінші құрбысы Ферузаға хабарласты. «Феруза, кеш мазалағаным үшін ренжіме. Қалаға медеу келіпті. Мен басқа жақта отыр едім. Аяқ астынан кездесейік деген соң, ол жақтан шығып кеттім. Сенен өтініш, Феруз. Медеу сенен сұраса, сен үйіңде бірге отырдық дей салшы. Аты оның мінезін білесің ғой». Балауса әңгімесін аяқтады. Медеу қалаға келгелі, балауса Айболмен де кездесе алмады. Екі кеменің басын ұстаған суға кетедінің күйін кешті. Балаусаның басы қатты. Ақыры Медеумен ара қатынасын тоқтату үшін
балауса бар күш жігерін жиып алып, медеу, бұдан былай кездеспей ақ қояйықшы, екеуміз екі түрлі адамбыз. Көп нәрсеге тіл табысып кете алмаймыз. Сен өз бақытыңды тапқаның жөн. Мен де өз жүрек қалауымды енді тапқандай болдым. Деп жігіттің көзіне тік қарап, ойын ашық айтты. Мұның әзіл емес екеніне көзі жеткен медеу, сен не, жеңіл жүрісті қыз ба едің? Сатқын. Кім ол? Деп балаусаны жұлқып сүйреген бойы күштеп көлігіне отырғызды. Бар жылдамдықты асыра басып медеу, қара түнмен жарыса белгісіз бағытқа бет алған. Таң ата айдалаға келіп жеткенде, көліктің жанармайы да таусылған еді. Көздері қанталап медеу балаусаға, ал, Сайра, кім ол? Мен жоқта көзіме шөп салғын келді ме? Көрсетейін саған. Деп медеу машинаның артқы багажындағы жіпті әкеліп, балаусаның қол аяғын байлай бастады. Денесі қалшылдап, үрейі қалмаған балауса, біткен жерім осы шығар деп шыңғыра жылады. Қол аяғын байлаған күйі медеу қызды машинаның артқы жағына жатқызып, есіктерін кілттеп, жанармай бекетін іздей кетті. Жақын маңнан жанармай таппаған медет жол бойында біраз тұрып, кетіп бара жатқан машина жүргізушісінен көмек сұрап, аздаған жанармай құйғызып алды. Ептеп жолға шығып, көлігіне жанармай толтырып алған соң, өзінің жалдамалы пәтеріне келді. Балаусаның қол аяғын шешіп, дыбысыңды шығармай үйге кір, деп қатаң бұйырды. Ашуы әлі тарқамаған медеу балаусаны жұлқыған күйі төсекке сүйреп, жақсылық пен мендік болмаған өзіңнен көр, деп балаусаға білгенін істеді. Таң ата құр сүлдері қалып, жасын тия алмай бара жатқан балаусаға медеу, жағыңды ашсаң, ісім сенімен болсын. Бар енді махаббатыңа, деп мысқылдай күлген жігіт есігін кілттеп пәтеріне кірді. Бұл қорқыныш балаусаны біраз күнге дейін есеңгіретіп тастады. Өзі медетке жем болса да, одан бір жолата құтылғанына өзі әлі де сене алмады. Біраз күннен кейін балауса қорқынышты түсін ұмытқандай универге барды. 2-3 күн үн-түнсіз қайда жоғалып кеттің? Деген Шынардың сұрағына, балауса, анам науқастанып қалыпты, соған барып келдім. Деп, сау анасын бір сәтте науқас қылып, өтірікті қойып қалды. Айбол бар жағдайды Шынардан естіп балаусаға, анаң қалай, тез сауығып кетсін, деп жүрек жарды сөздерін жеткізді. Бәрі жақсы, рахмет, деп балауса да қысқа қайырды. Соңғы кезде ой үстінде жүретін балауса медеттің иттік әрекетіне, арын бір сәттек астына таптай салғанына оңаша қалған сәтінде егіле жылап, Алла жазаңды берсін, деп медетке ылғи қарғыс жаудырды. Қабағы солғын балаусаның Айбол ақыры көңілін тауып, оны тұйықтықтан сейілткендей болды.